Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұреке. Мен бүгін сендерге қалай Blox Fruit'тағы рейдтарды өтуді үйретемін. Ал кеттік. Рейд дегеніміз бұл Blox Fruit'тағы фруктардың пробуждениесі. Олардың скиллдары өзгереді. Мынау көп нәрсесі өзгереді. Рейдқа кіру үшін сендер біреудің рейдіне кіру үшін сендерде 700 уровень болу керек. Ол яғни екінші мираға баруларың керек. Бірақ сендер өздерің рейд сатып ала алмайсыңдар. Ал рейдті өздерің сатып алып өту үшін сендерге 1100 уровень керек. 1100 уровеньге жеткеннен кейін сендер осы екінші мирдағы осы лабораторияға келесіңдер. Содан кейін осы жерге қызыл, көк, жасыл, көк деген цветтерді басып шығасыңдар. Қолдарына ештеңе ұстамайсыңдар. Осы кнопкаларды басып шыққаннан кейін сендерде осы жерде секретный есік ашылады. Осы есікке сендер кіресіңдер. Осы есікке кіргеннен кейін сендер төбеге қарай қарасаңдар, уже сендерде лабораторияның рейдке өтетін доступы ашылады. Осы жерде 4 ячейкадан 2 хостинг, 2 есік болады. 2 рейдқа кіретін 2 командамен. Сендер осы жерде нормальный или басқаша рейд түрін таңдайсыңдар. Осы жерде next бассаңдар, сендер қандай фруктқа рейд өтетіндеріңді таңдайсыңдар. Мен қазір өзіме қандай рейд өтсем болады? Мен өзіме пламия рейдін өтем қазір, сендер үшін, сендерге көрсету үшін. Негізі рейдті 100 000 беллиға сатып аласыңдар. Белли деген ол ақша. Или сендер оны осындай бір фруктқа, любой фруктқа менять етіп аласыңдар. Негізі осындай жаман фруктар болса, соларды құртсаңдар болады. Фруктпен сендер без перезарядки ауыстыра бересіңдер, рейдті тоқтамай өте бересіңдер. А если ақшамен өтетін болсаңдар, сендер 3 сағат сайын ба, 2 сағат сайын ба солай өтесіңдер. Осылай сендер чип сатып аласыңдар. Чипті сатып алғаннан кейін сендер қолдарыңа осы чипті ұстайсыңдар. Ол осындай көк цвет болады, көк фиолетовый и оранжевый цвет. Оранжевый цвет мен хакимнан кейін сондай көп болады деп ойлап. Осылай сендер осы кнопканы басасыңдар, короче. Осы кнопканы басқаннан кейін сендерде ладинг мап, загрузка карты деп жазу шығады. Содан кейін сендерде осылай рейдтарыңа телепорт жасайды. Негізі әр рейдтің өзінің жеке картасы бар. Әр рейдтің 5 островы болады. Бір островты өтсеңдер, екінші остров пайда болады. Осындай ішіндегі NPC-ларды өлтіресіңдер. NPC-лардың ішінде арасында мықты NPC-лар да болады. Негізі сендер қастарыңа Будда достарыңмен бірге рейд өтсеңдер болады. Или өздерің Будданы версия 2 қылып рейд өтсеңдер болады. Сендерге пример ретінде көрсетіп осылай өтіресіңдер. Негізі Буддамен ойнаңдар, 100% Будда командаларында болса, сендер рейдті тез өтесіңдер. Сендер қаншалықты көп адам болсаңдар, соншалықты рейд қиындау болады. Осылай барлығын өлтіріп болғаннан кейін сендерде осындай лодка пайда болады. Если сендер жүзе алмайтын болсаңдар, осы лодкамен жүрсеңдер болады, или осындай фруктармен кете берсеңдер болады. А если сендерде Будда версия болса, сендер суға батып өліп қалмайсыңдар. Сендер смело екінші остров, үшінші остров кете бересіңдер. Ал осылай жалғастырып сендер 5-ші островқа шейін бара бересіңдер. Ал енді содан кейін сендер 5-ші островқа шейін жеткеннен кейін сендерде босс пайда болады. Сол босс KFC-ді өлтіресіңдер. Оны өлтіргеннен кейін сендердің рейдтарың өтіледі. А если сендер өздерің фруктарының рейдін өтсеңдер, онда сендерді бір комнатаға телепорт жасайды. Сосын сендер фрагментке обменять етіп аласыңдар. Обменять етіп версия 2 қыласыңдар бірінші скиллді. Әр скиллда өзі қымбаттай береді, әр скилл сайын фрагменттерді өсе береді. Ал енді мен сендерге қалай рейдті сатып алуды, қалай рейдті өтуді, көп нәрселерін үйреттім деп ойлаймын. Ал енді мен сендерге қалай тесто рейд, қалай феникс рейд, тағы да басқа да рейдтерді қалай сатып алу, қалай өту, қалай гайд соларды айтып беретін боламыз. Сендерге қазір қалай тесто рейдті өтіп, қалай сатып алуды менің досым тиктокер Нурда үйрететін болады. Ал кеттік соның үйреткенін тыңдаңдар. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Нурда. Бүгін біз қалай тесто рейд алу керек екенін айтатын боламыз. Ең алдымен біз Катакури фотоға өлтіреміз. Катакури фотоға өлтіргеннен кейін бізге ред кей, яғни қызыл кілт беретін болады. Ол кілтті қайда қоям десеңіздер, сол картада бір домик болады. Ол домиктің ішінде закрытный бір дверь болады. Соның қасына барсаңыздар, ол сіздерде открытный болады, яғни ішіне барасыздар, бір NPC-мен сөйлесесіздер, и ол сізге алғашқы тестоның тегін рейдін береді. Яғни ол сіздерде
Тесла рейд ашылды деп есептелінеді. Және де Tesla рейдті алу үшін 1 миллионнан асатын фруктымен немесе 1 миллион беллимен алуға болады. Ал Нурдаға рахмет, ол сендерге қалай Tesla рейдіне доступ алуды, қалай Tesla рейдін өтуді, Tesla рейд қанша тұратынына шейін үйретті. Оған көп рахмет, оған да подписка істеп қойыңдар. Ал енді мен сендерге қалай Phoenix рейдін алуды үйретемін. Ал Phoenix рейдін алу үшін сендерде Phoenixта 400 мастери болу керек. Сосын сендерде 3-ші мир ашылып тұру керек. Сендер 3-ші мирға барып, Phoenix фруктын 400 мастериге жеткізген соң, сендер море угошениеға барасыңдар. Море угошение деген осы сатқа. Соған барғаннан кейін сендер больной ученыймен сөйлесесіңдер. Ауру ученыймен сөйлесесіңдер. Сендер онымен сөйлескеннен кейін, одан 1000 фрагментке сол Phoenixтің рейдін сатып аласыңдар. Болды. Осылай сендер Phoenixтің рейдін ашасыңдар. Содан кейін сендер Phoenixтің рейдін өте бересіңдер. Оны полный авек жасау үшін сендерге 18500 фрагмент керек. Солай Phoenixтің версия 2-сін жасап аласыңдар. Ал осымен видеоның соңына да жеттік. Барлықтарыңа сау болыңдар. Бізге подписаться етіңдер, қолдаңдар. Содан кейін кімге рейдтан көмек керек, оны ақшалай көмектесе алады. Phoenix пен Tesla'ның рейдін только ақшамен көмектесе алады сендерге. Если өздеріңде оны алуға доступ болмаса. Мен бүгін Телеграмнан бір группа ашайын деп жатырмын. Осы жерде қазақтарды жинайық, давайте. Осы группаның атын тегін осы экраннан көресіңдер. Осылай Телеграм группаға кіріңдер. Ол жақта сендерге қазақтармен бір-бірлеріңмен сөйлесе аласыңдар, дос таба аласыңдар. Бірге рейд өте аласыңдар, левиға бара аласыңдар, команда жинай аласыңдар. Сосын менің VIP серверіме доступты ашып қоям. Сол жерге кіріп, менің VIP серверіме де доступ ала аласыңдар. В общем, ең кайф группаға қылайын деп жатыр. Біз оны бүгіннен бастап мен оның разработкасына кірісетін боламын. Ал сау болыңдар. Подписка істеп қоюды ұмытпаңдар. Давайте.